Даналық. Бір дана бос құмыраны алып таспен толтырады. Шәкірттерін жинап оларға құмыра толы ма деп сұрақ қояды. Шәкірттері иә деп жауап береді. Дана бұршақ толы құтыны алып, ішіндегі бұршақты түгелдей құмыраға құяды. Бұршақ тас арасындағы бос жерді толтырады. Сонда дана енді толы ма деп сұрайды. Шәкірттері бас изейді. Бұл жолы дана құм толып тұрған қорапты алып құмыраға салады. Құм бұршақ пен тас арасынан өтіп, бүкіл бос жерді толтырады. Дана шәкірттерінен тағы сұрап, иә деген жауап алды. Сонда дана суға толы кесен алып құмыраға құйды. Шәкірттері мұны көріп күледі. Дана сонда былай дейді: сендерге айтайын дегенім, құмыра біздің өміріміз. Тас өміріміздің басты бөліктері: балалар, отбасы, достар, денсаулық. Бұршақ бізге қуаныш сыйлайтын дүние, бірақ ең маңызды нәрсе емес, яғни үй, жұмыс, көлік, бағалы заттар тағы басқа. Құм кез келген адам өмірінде бар ұсақ түйек нәрселер. Егер басында құмыраны құмға толтырсақ, бұршақ түгілі тасқа да орын қалмайтын еді. Өмірде де солай. Ұсақ түйекке уақыт жұмсасаң, басты, маңызды нәрселерге уақытың жетпейді.